Қазақстанда коронавирустың тағы бір түрі тарады. Жаңа ета Нигерия штаммы 4 өңірде анықталып үлгерген. Бұл қауіптің сейілмегенін білдіреді, бірақ кеселге қарсы вакциналау қарқыны әлі де болса баяу. Мәселен, Жамбыл облысы бойынша тиісті 582 мың тұрғынның 71,5% ғана екпе салдырған. Бұл туралы бүгін әкімдікте өткен жиналыста айтылды. Жамбылда эпидахуал тұрақты. Коронавирус жұқтырғандар саны да еселеп төмендеген. Бірақ оқушылар арасында індет жұқтыру көбейіп отыр. 20 мектептің 63 сыныбы карантинге жабылып, облыста бас аяғы 1467 оқушы мен мұғалім үй карантиніне жіберілген. Мына аурулардың ішінде оқушы балалардың көбейіп бара жатқан. Қазір 144 оқушы бала болды. Күнделікті 7-8 бала осы науқасқа шалдығып ауырады. Ол деген сөз біздің білім саласының басшыларынан, мектеп директорларының тарапынан бақылаудың, қадағалаудың нашарлығы. Ал Тараз қаласы мен Тұрар Рысқұлов, Талас, Меркі, Мойынқұм аудандарында вакциналау қарқыны бәсең. Көрсеткіштердің тым төмен екендігін баса айтқан облыс әкімі бұл жолы 30 қыркүйекке дейін екпе алған тұрғындардың санын 90%-ға жеткізуді міндеттеді. Осы айдың аяғы бойынша қарап көреміз. Сол кезде бізде онда егер бір өзгерістер болмайтын болса, сіздерге де тиісті шара қолданамыз. Өздеріңізге жүктелген міндеттерді толығыменен орындамағандарыңыз үшін. Фарида Сейілханқызы, Ахан Әбілқайыр, Мербек Сауранбай, Тараз 24.